Қарағанды облыстық тарихи-өлкетану музейінде халықаралық ғарыш күніне тұңғыш қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіровтің 75 жылдық мерейтойына және алғаш ғарышқа ұшқанына 30 жыл толуына арналған Алаштан ғарышқа атты көрме ұйымдастырылды. Көрме Тоқтар Әубәкіровтің кіндік қаны тамған туған жері Қарқаралы, өсіп өнген Теміртау қаласы, алғаш ұшқыш мамандығын алған білім орны және ұшқыш сынақшы болып қызмет еткен сәттерін қамтитын, сондай-ақ ғарышқа дайындық және ғарышқа ұшып аман-есен елге оралған сәттерін қамтитын бөлімдерден тұрады. Әубәкіров Тоқтар Оңғарбайұлы 1946 жылы 27 шілдеде Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы 1 май колхозында дүниеге келген. Қазақстанның тұңғыш ғарышкері, СССР-ның соңғы 72-ші ғарышкері. Әкесінен ерте айырылған бала Тоқтар туған апасы мен жездесінің тәрбиесінде болған. 1961 жылы мектепте оқып жүріп, бүкілодақтық ерікті қоғамының парашют секциясына түседі. 1962-65 жылдар аралығында Теміртау қаласындағы құю механикалық зауытында токарьлық қызметін атқарады. 1965 жылы Армавир жоғары әскери авиациялық училищесіне оқуға түсті. 1969 жылы училищені бітіргеннен кейін КСРО әскери әуе күштерінде қызмет етті. 1976 жылдан 1991 жылға дейін Микоян атындағы конструкторлық бюрода сынақшы ұшқыш қызметін атқарады. Жұмыс барысында реактивті ұшақтың 50-ден аса жаңа түрін сынақтан өткізген. 1988 жылы Кеңес одағында тұңғыш рет әуеде қонбай ұшаққа 2 рет жанармай құйдыру арқылы солтүстік полюске ұшу сапарын мінсіз орындады. Осы ерлігі үшін Тоқтар Әубәкіровке Кеңес одағы батыры атағы берілді. 1989 жылы бірінші болып Тбилиси авиатасымалдаушы крейсерінің алаңына МиГ-29К реактивті ұшағын шеберлікпен дәл қондырған. 1991 жылғы 7 шілде мен 13 қыркүйек аралығында қазақстандық бағдарлама мен Австромир 91 бағдарламасы бойынша негізгі экипаж құрамындағы алғашқы зерттеуші ғарышкер ретінде ұшуға даярлықтан өтті. 1991 жылы 2 қазанда Александр Александрович Волковпен және австриялық ғарышкер Франц Фибикпен бірге Союз ТМ-13 ғарыш кемесінің зерттеуші ғарышкері ретінде ғарышқа аттанды. Бір апта бойы Мир орбиталық кешенінің бортында жұмыс істеді. Ғарышта болу ұзақтығы 7 күн 22 сағат 13 минутты құрады. Көрмеде музей қорынан Тоқтар Әубәкіровтің әскери киімі, ғарыш тақырыбына арналған фотосуреттер, филателия коллекциясы, кәдесыйлар, ғарышкерлердің ғарыштағы тағамдары, жерге қону аппараты қақпағының макеті, сол аппаратты жерге қондыратын парашюттің макеті, және де 2014 жылы қаланың 80 жыл мерейтойына байланысты ғарышта болып келген және ғарышкерлердің қолтаңбалары қойылған қаланың гербі бейнеленген ту.